Үйге отопление жүргізу жұмыс басталып жатыр. Мына жақ, мына бұрыштан шығады трубалар. Ол жақта котельный. Мына терезенің астына радиатор ілінеді. Онан кейін мына жерде фундаментте кейбір кісілер труба өтіп кететін. Ленинградский система дейді, труба өтіп кететін подачта. Үйді айналып шығады. Бөлмелердің бәрін шетінен осылайдан тесу керек. Кейбіреулер ағаш қойып, труба қойып, үлкендеу труба қойып. Отоплениенің трубасы өтетін қалдырып кетеді. Кейбіреулер осылай қалдырмай өріп кетіп, болған соң мәссаған қалдыруым керек екен деп жүреді. Қалдырып кетсе, отопление істейтін адамға да жеңіл болады. Одан мынадан шығып, мына жерге тағы бір радиатор, екінші бөлме. Бұл ана бұрышта тесіледі, арқылы залға өтеміз. Залға теплый пол болады. Залға ана жерге радиатор ілінеді, үлкен квадратурасына қарай ілінеді радиатор бөлменің. Одан қайтып келіп, мына жерден өтеді, келесі бөлмеге, келесі спальняға. Теплый пол тартылады, залға қосымша радиатор қойылады терезенің алдына. Мынадай 5 сантиметр стяжка төмен болады. Бірінші черновой стяжка дейді. Онан кейін мына бөлмелерге де теплый пол түседі. Табалдырықтарды көріп тұрған шығарса, есіктің асты 5 сантиметр төмен шлангы тартылады. Сонан кейін барып стяжка құйылады. Негізгі нөлі келіп келтіріп. Мына бөлмеде де теплый пол болады. Қосымша радиатор қойылады. Мынау көлеңке жақ күн кешкісін қысты күндері келе бермейді. Қосымша оның үстіне мына жақын үй салынып тұр. Оның крышасы бар. Мына жақ көлеңке жаққа қосымша салып жіберген зияны жоқ. Радиаторда теплый болыпты. Мына жерден жаңа труба өтеді. Бері қарай залдан айналып мына жерге радиатор қойылады терезенің астына. Одан кейін мына жерден тағы өтеді. Қолға радиатор қойылмайды. Мына жерден кухняға өтіп кетеді, ана бұрыштан труба. Болған соң тағы көрсететін болам. Түсіріп, мына жерден шығады. Мына жерде кухня шкаф, мына жерде кафель, фартук. Мына жерге канализацияның трубасы келеді. Цех жуатын. Ыстық су, мұздай суыменен. Онан кейін мына жерде канализацияның трубасы тұр. Бағана кухнядан шыққан деп сырттан түсірген едім. Канализацияның трубасын тартып жатқан жақта сыртта. Одан жаңағы труба, 32-лік труба кете береді. Мына жерге келген кезде хозяинның қатты басы істеп кетіпті. Содан мына жерге труба қалдырып кетті, жетпістік. Отопление трубасы өтетін қылып. Бұл фундамент теспейміз. Өз тесік қалдырып кеткен. Одан мына жерде труба жүретін тесік жаңағы. Өзіні кіре берсі. Одан бетіп көп, ана жерге де труба қалдырып кетті. Бірақ төмендеу қалған. Сонда да мына жердегі астын ойын қырап өткізіп жіберуге болады. Сосын мына бөлме, ванна бөлме. Ана жерде главный канализация шығып тұр. Қалған мына жерде. Мына жерге умальник болады. Кірген жерде сол жақта. Бұған ыстық су, мұздай су келеді, канализация келеді. Одан мына оң жақ бұрышта кір машина, төрде ұзыннан бұлай ванна түседі. Оның бәрін жұмыс жүру барысында қалай дұрыс болады, қалай дұрыс емес, сол жағын видеоға түсіріп отырып, түсіндіріп көрсететін болам. Қазір котельныйға барамыз. Ана бөлмеден шықтық, мына жер ванна бөлме, одан мына жақ мына бұрышта котельный. Мына котельный бөлме. 1.25-ге, 2 метрге, 1.15, 1.20. Сондай қазіргі рұқсат береді. Газовиктердің рұқсат беретіні 1.20-дан кем болмау керек. Ені ұзындығы 2 метрге дейін. Одан үлкейтіп салсаңыздар, жер жетіп атса сала беріңіздер. Бірақ ең стандарт 1.20-ға
1,70, 1,60 сондай. Мына жерден бағана бірінші подача труба кіреді, бірінші спальниге. Залға қарай кеткенде. Мына жерден жүреді труба. Мынадай газ кіретін тесік қалдыру керек. Котельныйда мынадай дымоход қалдыру керек. Выход, ауа шығаратын. Оны теспейінше газовиктер рұқсат бермейді газды тартуға. Мына жерге котел ілінеді. Оның астына элеватор жиналады. Ертең жұмыс барысында біткен сайын көрсетіп отырамын. Сол кезде түсінікті болады. Қазірге ақ қабырғаменен қара стяжка пол болып жатыр. Жерге лестница істеп қойыпты. Крышаға шығатын мына жерде есік қалдырып кеткен. Арматурадан лестница істеп қойған. Жоғарыға шығып жұмыстарын отса заттар шығарып қоюға, қосымша сарай есебінде жеңіл заттарды үйге салмақ болмайтын. Солай үстіге қоюға болады. Зимний баллон қойып қояды кейбіреулер. Көп қолдана бермейтін инструменттерді қойып қояды. Сол. Мына жерде екі тоқ болғаны зияны жоқ. Екі розетка. Мына жерде газдың тесігі. Газ кіреді, газдың трубасы. Мына котелдің мұржасын іліп, соның несіне қарай тесіледі. Дымоход бірінші тесіліп тұрған зияны жоқ, өріп атқан кезде. Кейін қиын болмайды да. Қазір енді мұржаны тесудің өзі кәдімгідей жұмыс болады. Бүтін қабырғаны тесіп шығу. Бұл тесікті істеу үшін препараторды көмекке шақырамыз. Үйде отопление жүргізгенде бірінші радиаторды ілетін кездегі ескерілетін жағдайларды, қателіктерді көрсетіп кетейін деп, күйеге барсаң радиатор босап тұрады. Сол үшін де көрсетіп жатырмын. Жаңа мен мына жерден 16,5-17 сол размерді алған едім, мына маркермен белгілеп. Оны теспестен бұрын былаймен кірпішке дейін штукатурканы аударып аламыз. Мына радиаторды іліп тұратын петля дейді. Петляны таза кірпішті тесіп, мықты болу үшін кірпішке отырғызамыз. Сол үшін аударамыз. Сол кезде біздің размеріміз таза кірпішке отырғызу үшін размеріміз өзгеріп кетті. 19,5 болып кетті. Ол негізі 16-17-ге шығып жүрді. Әр үйде әртүрлі болады. Мінекей 16,5-17-нің шамасы еді. Қазір бізге өзгеріп кетті 19,5-ға. Радиатор мықты іліну үшін, түзу тұру үшін, қисайып кетпеу үшін. Мына ортасы құрғас сор болған соң, бұл мына буырмен тескен кезде ұстамайды. Бірінші радиаторда тесіледі, қалғаны осы 19,5 размермен алып тесіле береді. Подоконник астынан өлшейміз. Көрсетемін. Подоконникке тіреп. Көрініп тұр ма? Сөйтіп, өлшем алып, мына жерде гипспен штукатуркамен толтырып жібере саламыз. Сонымен тұра береді. Ары қарай. Келесі терезеге барғанда енді бүйтіп ойып жүрмейміз. 19,5 менен алып тесіп, үйді айналдырып қойып кете береміз. Мынау тесігіміз. Мына жерден труба өтеді. Мына жақ котельный. Сол жақтан келіп, мына жермен труба өтеді. Қазір радиаторды іліп көрсетемін. Мінекей, радиатор уровеньде тұр. Мына жер қабырғаның ішіменен әдемілік үшін тек
мына жер көрініп тұрады. Ламинатты кесіп жүрмейсің. Бүтін бейінде қоя салатын ламинатты. Труба стяжканың астында қалады. Мына жерге дейін стяжка құйылады, нөлі келіп үйдің қосымша теплополдарды мына жақты кейін көрсетемін, дайын болған кезде. Мына жақта бұрышты тесу жұмыстары жүріп жатыр. Мінекей холдың. Мына жерден бүйтіп үйді айналып, тағы бір детский бар, онан кейін зал бар, ар жақтан анау спальный бар, онан кейін анау бұрыштан шығады. Мына жерден кухняның бұрышынан шығады. Сөйтіп үйді айналып, мына жермен кіріп, кіреберістен өтеді. Сырттан кіреберіс жер. Одан ваннаның кеше канализациясын тартылған еді. Стяжка құйып қойыпты. Үйдің үйесі. Одан ана котельныйға өтіп кетеді анау. Бұрыштан барып. Жақ біздің котельный. Одан кейін жаңа бірінші радиатор ілген жер мынау. Мына бұрыш негізгі подача шығатын котельный. Бірінші бізде өлшейміз. 147 болды. Оның жартысы 73,5. Екінші радиаторды ілейін деп жатырмыз. Терезенің центрін шығарып аламыз. 73,5 белгілейміз мына жерге. 73,5 белгіледік. Ondan кейін орион нөлге қоямыз да астыңғы түзулікті шығарамыз. Примерно 19,5 тұсына қоямыз. Радиаторға келіп мына жерде көрініп тұр екен. Радиатордың центрін шығарамыз да. Мына жер қалай көрініп тұр? Мына жерде шетке екеу қалдырып, мына жерде өлшейміз. 23,5. Центрдан 23,5 аламыз. Белгілейміз. Ne yapalım? Yazın aşağıda. 23,5. 23,5. Sanki mına жерден 19,5 аламыз. Siz onu üstünde okutup da 19,5 boy belgileyimiz. Makine 19,5 belgilep tizlik жаңа біріншіде ашып көрген, үш отоксын бұзып көрген. Кірішке шығамыз. Оймен көр жібереміз. Түзу болды ма екен? Түп-түзу сызамыз. Түп-түзу болды. Температура бізде дайын қазір. Kanal ұнап жатса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Алдағы уақытта кафельде жібермеу керек қателіктер, обойда жібермеу керек қателіктер, үй салуға қатысты плюс-минус қателіктер, кемшіліктер, дұрыс жолдары, соның бәрін түсіретін болам. Мына белгілеп аламыз. Бурға салыстырып көреміз. Кеміп кетсе бұл ұстамай қалады. Сол үшін де бүйтіп көрініп тұрмыздар. Түзулігін көреміз. Ондық бур. Көп жағдайда ондық бурға сәйкес шығатындар. 8-ке сәйкес шығатындар бар. 19,5 размерімізді тесеміз.
мына тесік екі кірпіштің арасына келіп қалды. Вертикальный шоққа келіп қалды. Тігінен тұрған шоққа келіп қалды. Бұлай горизонтальный емес. Сол үшін де бұны медалымызды жанынан тесеміз. 7,5 сантиметр. Перфоратор жаңа тез кіріп кетті. Шоққа келгеннен анау плотный кірді. Kez келген нәрсені бұрай бересің. Қолға көнбей қалып, ауыр болып тұр. Сол үшін де кеттің көмейіне. Жүгіндік. Универсал плоскоп сөзі. Сонымен екінші радиатор дайын. Біреуі екінші мен үшіншінің ортасына мықты болу үшін жаңа өзгергені. Бос жерге кеткен соң. Бір секцияны жағына әлдік. Вертикальный шоққа сәйкес келіп қалды. Кезекке 28 радиатор. Залдың квадратурасы 28 квадрат болғаннан кейін шетіге 4. 20 радиатор қойып жатырмыз. Бұның бір секциясы 1/6 деп келеді қағазында. Бірақ 1/4-ке есептеп ала берген зиян жоқ. Атығымен. Бұл рим комплекті дейді. Радиатордың екі жағына жиналатын заттар. Мына жердегі көз домалақты көздегілер мыналар. Радиатордың басында ауа шығаратыны, бір жағында заключкасы салынды. Бұнда енді рим комплекті екі ілгек керек келеді. Бұл 20 радиаторға 15-тен асқаннан кейін қосымша базарда мынадай пакеттегі екеулік ілгекті алған дұрыс. 15 секциядан асқаннан кейін мынадай қосымша ілгек сатып алып, салмағы ауыр болып, мықтылау керек. Мынадай қосымша алып. Бұның темір жіңішкелеу шығады кейде. Мынада сол жіңішкелеу шығады. Бұл екеуі мынаған қарағанда жіңішкелеу 8 буырмен тесеміз.
Біреуі жуан, біреуі жіңішке. Телефонда білінбейді екен. Қазір өлшем бастаймыз қайттан. 19,5 жаңа. Метр келді. Маркер келді. Бірінші центрді аламыз. Үлкендереді. Бұның центрі 1,96 болды. Жартысы. Болу керек.